Қазіргі таңда облыс әкімінің төрағалығымен осы көктемгі су тасқынды қауіпсіз өткізу мақсатында нақты орындау үшін тапсырмалар беріліп, барлық қала аудандарды, елді мекендерде қар қалың жауған, әсіресе елді мекендерде арық атыздарды тазалау, каналдарды тазалау, қашыртық каналдарды тазалау, механикалық тазалаудан өткізу бойынша тапсырмалар беріліп, қажетті жұмыстар ұйымдастырып жүргізілуде. Айтар болсақ, жалпы 1218 шақырымды құрайтын 680 арықтар мен каналдар қоқыстан тазартылып, 952 шақырым қашыртқы арналар механикалық тазалаудан өткізілді. Тасқынға қарсы 35 мың қап 1000 тоннаға жуық инертті материалдар дайындыққа келтірілді. Өзекті мәселесі болып тұрған Шардара су қоймасы. Бүгінгі күнге Шардара су қоймасында 4 миллиард текше су бар. 85% пайызға толып отыр. Ешқандай қауіп кетер несі жоқ. Бәрі ұйымдастырып жұмыс жасалуда. Бізде де төтенше жағдай департаментімен бірлесіп, ауыл әкімдерімен бірлесіп, аудан әкімдерімен бірлесіп жұмыс істеудеміз. Ешқандай қауіп кетер жоқ. Көктемде суға дайынбыз.